Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті экономика және басқару кафедрасының сеньор лекторы Әбдіғалиева Ләззат Сағынғалиқызы тәуекелді басқару курсының келесі тақырыбын ұсынады. 11-ші тақырып тәуекелдерді басқару процесі. Қазіргі заманғы бизнес ортада тәуекелдерді тиімді басқару кәсіпорынның табысты дамуының негізгі факторы болып табылады. Бұл тақырып тәуекелдерді басқарудың негізгі принциптерін, оларға жауап берудің әртүрлі тәсілдерін және белгісіздік жағдайында дұрыс шешім қабылдау әдістемесін қарастырады. Тәуекелдерді басқару жүйелі және стратегиялық тәсілді қажет ететін кешенді процесс. Тиімді басқару үшін бірнеше іргелі принциптерді түсіну және қолдану маңызды. Бірінші жүйелілік принципі – бұл барлық тәуекелдерді кешенді түрде қарастыру, олардың өзара байланысын талдау және ұйымның жалпы стратегиясымен үйлестіру қажеттілігін айтады. Келесі үздіксіздік принципі – бұл тәуекелдерді басқару, яғни тұрақты және үздіксіз процесс болуы керек. Бір реттік іс-шара емес, ол ахуал өзгеруімен үнемі бақылау және бейімделу болады. Келесі интеграция принципі – бұл тәуекел менеджмент, яғни барлық бизнес процестерге енгізілуі және ұйымдық мәдениеттің бір бөлігі болуы тиіс. Тәуекелдерді басқарудың жалпы қосымша принциптері – бұл жалпы ақпараттық принциптер. Бұл жерде шешім қабылдау үшін сапалы деректердің маңыздылығы, ақпаратты жинау және талдаудың объективтілігі және деректердің өзектілігі мен дәлдігін қамтамасыз етеді. Одан кейін экономикалық тиімділік бойынша бұл тәуекелдерді басқаруға жұмсалған шығындар әлеуетті, яғни зиянның алдын алудан немесе азайтудан алынатын пайдадан аспауы керек. Келесі пруденттік принцип – бұл тәуекелдерді бағалауда сақтық таңдау, яғни әлеуетті теріс салдарларды асыра бағалау оларды төмен бағалаудан артық болуын көрсетеді. Келесі жауапкершілік – ол тәуекелдерді басқару үшін анық жауапкершілік пен өкілеттіліктерді белгілеу, тиісті деңгейде шешім қабылдау құқығын беру болып табылады. Тәуекелге жауап берудің төрт негізгі стратегиясы – бұл кәсіпорынның немесе ұйымның ықтимал қауіптерге қалай әрекет ететінін сипаттайтын базалық тәсілдер. Олар тәуекелді толығымен жоюға емес, оны басқаруға бағытталған. Бірінші тәуекелден қашу, яғни бұл стратегияда ұйым тәуекелі жоғары әрекеттерден толық бас тартады. Яғни, егер белгілі бір жоба немесе нарық тым қауіпті болса, оны іске асырмау туралы шешім қабылданады. Мысалы, тұрақсыз саяси аймақта бизнес ашпау керек дегендей. Яғни, бұның артықшылығы тәуекел толық жойылады, кемшілігі мүмкін болатын пайдадан айырылу. Екінші, бұл тәуекелді азайту, яғни бұл стратегия тәуекелді толық жоймай, оны ықтималдылығын немесе әсерін төмендетуге бағытталады. Мысалы, өндірісте қауіпсіздік ережелерін күшейту, қызметкерлерді оқыту және сапаны бақылау жүйесін енгізу. Бұның артықшылығы жалпы тәуекел деңгейі төмендейді, ал кемшілігіне тоқталсақ, қосымша шығындар талап етіледі. Үшінші, бұл тәуекелді беру. Бұл жағдайда тәуекел басқа тарапқа беріледі. Ең жиі мысалы бұл сақтандыру, бұл сонымен қатар аутсорсинг немесе келісімшарт арқылы тәуекелді бөлуге болады. Мысалы, логистика қызметін сыртқы компанияға беру дегендей. Жалпы бұның артықшылығы кәсіпорынның тәуекел жүктемесін азайтады, ал кемшілігі комиссия немесе сақтандыру шығындары пайда болуы мүмкін. Төртінші стратегия – бұл тәуекелдерді қабылдау, яғни егер тәуекел деңгейі төмен болса, немесе оны азайту шығыны жоғары болса, онда ұйым оны саналы түрде қабылдайды. Бұл жағдайда компания ықтимал шығынға дайын болады және резервті қор құрады. Артықшылығы қосымша шығын аз, кемшілігі шығын қаупі сақталады. Жалпы тәуекелге жауап берудің осы төрт стратегиясы, яғни қашу, азайту, беру және қабылдау, бұл кәсіпорынға
жалпы жағдайға байланысты икемді шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Және ең тиімді тәсіл бір стратегияны ғана емес, ол бірнешеуін кешенді түрде қолдану. Бұл нағыз шешім болып табылады екен. Тәуекелдерге жауап беру стратегияларының толық жіктелуі төменде берілген, яғни тәуекелден аулақ болу, бұл тәуекел тудыратын қызметті толығымен тоқтату немесе одан бас тарту, яғни мысалы белгілі бір нарықтан шығу немесе жобаны іске қоспау. Келесі тәуекелді беру, бұл тәуекелді үшінші тарапқа беру, яғни сақтандыру, аутсорсинг немесе шарттық келісімдер арқылы, яғни бұл қаржылық жауапкершілік басқа тарапқа ауысатындығын көрсетеді. Келесі тәуекелді азайту, бұл тәуекел ықтималдылығын немесе оның әсерін төмендету үшін шаралар қабылдайды, ішкі бақылауды күшейтеді, резервтер құрады және процестерді жетілдіреді. Келесі тәуекелді қабылдау, бұл тәуекелді мойындау және оны басқару шараларын қабылдамау. Яғни тәуекел аз немесе оны басқару экономикалық тұрғыдан тиімсіз болғанда ғана қолданылады екен. Келесі тәуекелді пайдалану, бұл оң тәуекелдер, яғни мүмкіндіктер үшін жасалынған. Тәуекелдің пайдалы әсерін арттыру және оның іске асу ықтималдылығын жоғарылату екен. Тәуекелге жауап беру стратегиясын таңдау кезінде бірнеше маңызды факторларды ескеру қажет. Әрбір ұйым өзінің ерекшеліктері мен мақсаттарына сәйкес оңтайлы тәсілді таңдауы керек. Тәуекелдің шамасын бағалау, бұл тәуекелдің яғни ықтималдығы мен әлеуетті зиянының көбейтіндісі. Бұл тәуекелдің маңыздылығын анықтайды және стратегияға таңдауға әсер етеді. Шығындар мен пайданы салыстыру, бұл тәуекелді басқару шараларының құны мен олардың тиімділігін талдау, экономикалық орындылықты қамтамасыз етеді. Одан кейін стратегиялық сәйкестік, бұл таңдалған стратегия ұйымның жалпы бизнес стратегиясына, тәуекелге төзімділік деңгейіне және мақсаттарына сәйкес келуі керек екен. Тәуекелге әсер ету дегеніміз оның ықтималдығын немесе әсерін өзгерту үшін белсенді іс-қимылдар жасау. Бұл ең кең таралған тәуекел менеджмент тәсілдерінің бірі, өйткені ол тәуекелді толығымен жоймай-ақ қолайлы деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Тәуекелге әсер етудің практикалық әдістері, ол тәуекел іске асқанға дейін оның ықтималдығын төмендету және тәуекел іске асқан кездегі зардаптарды азайту болып табылады. Бұл жерде қызметкерлерді оқыту және біліктілікті арттыру, сапа менеджментінің жүйелерін енгізу, жабдықты жаңарту және техникалық қызмет көрсету, процестерді стандарттау және регламенттеу, ақпараттық қауіпсіздік шараларын күшейту, бұл ықтималдылықты төмендетуге жатады. Ал зардаптарды азайту бойынша жалпы апаттық қалпына келтіру жоспарларын әзірлеу, резервтік қорлар мен ресурстарды құру, одан кейін дағдарысты басқару топтарын қалыптастыру және сақтандыру жамылғысын оңтайландыру, бұл негізгі практикалық әдістеріне жатады екен. Жалпы тәуекелге әсер етудің тиімділігін бағалау кезінде ол 60% тәуекелді азайту, яғни тәуекелдің азаюы бойынша. Одан кейін шығындарды үнемдеу, бұл тәуекелді жоюға қарағанда осындай 35%-ға дейін арзан екендігін көрсетеді. Одан кейін сәттілік көрсеткіштері жалпы кешенді тәсіл қолданған компаниялардың 85%-ы оң нәтижеге қол жеткізгендігін көрсетеді. Зерттеуде көрсеткендей, бұл тәуекелге жүйелі әсер ету ұйымдардың тұрақтылығын едәуір арттырады және қаржылық шығындарды азайтады. Бұл жерде маңызды фактор болып шаралардың үздіксіздігі және кешенділігі көрсетіледі екен. Кәсіпорындар тәуекелдерін басқару үшін әртүрлі әдістер мен құралдар пайдаланады. Әрбір әдістің өзінің артықшылықтары мен қолдану аясы бар. Мысалы, бірінші сандық бағалау әдістері. Бұл жерде статистикалық талдау, ықтималдықтар теориясы, сосын имитациялық модельдеу, сценарийлік талдау, тәуекелді сандық түрде өлшеу жатады. Келесі сапалы бағалау әдістері, ол сарапшылық бағалау,
свод талдау, тәуекел матрицалары, Дельфи әдісі, тәуекелдерді сипаттау және жіктеу жатады. Келесі әртараптандыру бойынша жалпы тәуекелдерді бөлу және таралу қызметтері, активтерді, инвестицияларды әртараптандыру арқылы осылай тәуекелді азайтады екен. Келесі әдіс ол хеджерлеу. Бұл қаржылық тәуекелдерден қорғану, яғни туынды қаржы құралдарын пайдалану арқылы. Келесі лимиттеу. Бұл тәуекелден кейін шектеу, белгілі бір операциялар немесе ресурстарға лимиттер белгілеу арқылы жасалынады. Келесі әдіс бұл резервтеу, яғни қаржылық және материалдық резервтерді қалыптастыру, күтпеген шығындарды жабу үшін қорлар құру болып табылады. Әдісті таңдау тәуекелдің түріне, ұйымның өлшеміне және саланың ерекшелігіне де байланысты. Тиімді басқару үшін әдетте бірнеше әдісті біріктіріп қолдану керек. Бірінші талдау кезеңі. Бұлда тәуекелдің табиғаты мен сипаттамаларын анықтап, қолда бар деректерді жинайды. Екінші бағалау кезеңі. Бұнда әр әдістің қолайлылығы мен тиімдігін салыстырмалы талдайды. Үшінші таңдау кезеңі. Бұл жерде оңтайлы әдісті немесе әдістер комбинациясын анықтайды. Төртінші іске асыру кезеңі. Мұнда таңдалған әдістерді енгізу және нәтижелерді бақылайды. Белгісіздік бұл шешім қабылдау кезінде болашақ оқиғалар туралы толық ақпараттың болмауы. Қазіргі заманғы бизнес ортада басшылар жиі белгісіздік жағдайында стратегиялық шешімдер қабылдауға мәжбүр болады. Келесі белгісіздіктің түрлеріне тоқталсақ, бұл стратегиялық белгісіздік, яғни нарық трендтері, бәсекелестіктердің әрекеттері. Келесі операциялық белгісіздік, бұл ішкі процестердегі болжанбаған өзгерістер. Одан кейін технологиялық белгісіздік, ол жаңа технологиялардың әсері. Реттеуші белгісіздік, бұл заңнама мен ережелердің өзгеруінен болады екен. Жалпы белгісіздікпен жұмыс істеу принциптері ол икемділік пен бейімделу қабілеті, яғни жағдайды тез өзгерте алу, бұл жерде маңызды болып келеді. Сценарийлік жоспарлау, бұл әртүрлі нұсқаларды қарастыру, және тәжірибелік тәсіл, бұл шағын пилоттық жобалар арқылы тестілеу болады. Белгісіздік жағдайында шешім қабылдаудың әдістері. Бірінші ақпарат жинау және талдау. Бұл жерде барлық қолда бар деректерді жүйелі түрде жинау, сарапшыларға жүгіну, нарықты зерттеу бұл белгісіздікті азайтудың бірінші қадамы болады. Одан кейін сценарийлерді әзірлеу. Бұл жерде болашақтың бірнеше ықтимал нұсқаларын құру және әрқайсына жоспар дайындау. Келесі шешімдер ағашын құру. Бұл жерде ықтимал шешімдерді және олардың салдарларын көрнекі түрде бейнелеу, әрбір жолдың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау. Одан кейін үздіксіз мониторинг, яғни бақылау жасау, бұл жағдайды тұрақты бақылау және ақпаратты жинау және шешімдерді қажет болған жағдайда түзету мүмкіндігін сақтау болып табылады. Заманауи менеджментте белгісіздікпен жұмыс істеу үшін көптеген құралдар мен әдістер бар. Олардың комбинациясы шешімдердің сапасын едәуір жақсартады. Бұл жерде бірінші Монте-Карло әдісі, яғни имитациялау, модельдеу, көптеген кездейсоқ сценарийлерді генерациялау арқылы осындай ықтимал нәтижелердің таралуын алу болып табылады. Одан кейін нақты опциондар, яғни инвестициялық шешімдерді бағалау әдісі, болашақта икемді әрекет ету мүмкіндігінің құнын ескереді. Келесі сезімталдық талдауы, бұл негізгі параметрлердің өзгеруінің нәтижеге әсерін зерттеу, яғни қандай факторлар маңыздырақ екенін анықтайды. Одан кейін Байес теоремасы, ол жаңа деректер алынған сайын ықтималдықтарды жаңарту, яғни динамикалық шешім қабылдау үшін пайдалы құрал болып келеді екен. Тақырыбымызды қорытындылай келе, тәуекелді тиімді басқару бұл жай ғана қорғаныс емес, ол стратегиялық артықшылық деп айтуға болады. Қазіргі жағдайда табысты ұйымдар тәуекелден қашпайды. Олар керісінше оны түсініп, саналы түрде қабылдайды және басқара алады.
Ол үшін тәуекелдерді анықтау, бағалау, осындай басымдық беру және сәйкес стратегияларды қолдану қажет. Сонымен қатар қаржылық талдау, жоспарлау және заманауи технологияларды пайдалану осы тәуекелді басқарудың сапасын арттырады. Тәуекелді тиімді басқару бұл ұйымның тұрақтылығын күшейтеді, дағдарыс жағдайының өміршеңдігін сақтайды. Бұл басқару жүйесі кәсіпорынға белгісіздік жағдайында дұрыс шешім қабылдауға, ресурстарды тиімді пайдалануға және ұзақ мерзімді табысқа жетуге мүмкіндік береді. Тәуекелді дұрыс басқарған кәсіпорын ғана тұрақты әрі тиімді дамуға қол жеткізе алады деп қорытынды жасауға болады. Осымен тақырыбымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.